алдымыздағы 2 айдың аралығында Шығыс Қазақстан облысында креативтік индустрияның орталығы ашылмақ. Осыған нар тәуекелге бел будық. Креативтік индустрияның негізгі мақсаты мынау облысымыздағы инвестициялық атмосфераның, инвестициялық жағдайлардың ерекше бір үрдістерін, көріністерін қалыптастыру. Неліктен? Инвестициялық мәдениетімізді дамыту. Яғни бұл орталықта шығармашылыққа, креативтік өнерге қатысы бар адамдардың бәрін жиыстырмақ ойымыз бар. Олар біздің зергерлерімізде, архитекторларымыз, фотосуретшілерімізде, әртістерімізде, кино мамандарында бәрі жиналады. Креативтік индустрия деген осы ұғым бізге кіріп, осы мәселе бойынша біраз жұмыстар жүргізіліп жатыр. Үкіметтен жаңа көптеген құжаттар қабылданып жатыр. Енді осы креативті индустрияны дамыту үшін осы жастардың жаңағы өзінің шығармашылығын арттыру. Бүгінгі осы кездесуге келіп отырған себебіміздің, мақсатымыздың бірі осы жастармен жаңа сұхбаттасып, осы мәселе талқыланатын болады.